Хайырлы күн достар. Бүгін біз осындай қып-қызыл болып, дәмді болып шығатын шиеден компот жасаймыз. Ең алдымен жуып тазартылған шиемізді тазартылған банкімізге саламыз. Осылай екіге бөліп салып аламыз. Енді қайнатылған суымызды үстінен құямыз. Қапағını жауып 10 минутқа қоямыз. Енді құйған суымызды төгіп тастаймыз. Үстінен 250 грамм шекерімізді салып, тағы да қайнатылған су құямыз. Қайнатылған суымызды құйып, банкіміздің аузын бекітеміз. Жақсылап ауа кірмейтіндей қылып бекіту керек. Сонда банкіміз де компотымыз жақсы сақталады. Осылай жақсылап бекітіп аламыз банкімізді. Компотымыз дайын. Жасап көріңіздер.